Қараңыздар, бұл сахабалардың хикмет, даналықты тануы кілті. Басыңа бір қиыншылық түссе, міндетті түрде бір нәрсені сұрап алуға болады екен. Өйткені бұндай кезде бет бар дейді Алланың алдында. Ал енді бәрі опағай болып сұрасаң, бір үлкен нәрсені, оған бет жоқ деген нәрсе. Сондықтан михнат болған жерде минха бар дейді. Сол жаңағы михнат болған жерде сыйлығы қоса болады дейді. Мысалы, Ферғауынның әйелін азаптап атқан кезде, Ферғауын қатты қинап азаптап атқан кезде дүниеден озатынын білді. Сонда айтады: Раббым, мына залым қауымнан мені құтқар, және маған өз қасыңнан, яғни жәннатта сондай бір сарай тұрғызып берші дейді. Көрме, қиналып атқан кезде, мысалы сіздің бақшаңыз жеміс бермей қалды. Сол кезде сіз шанс, мүмкіндік келген екен ғой. Раббым, ана көкемді тура жолға салшы, сенен басқа кімнен сұраймын?